әлемді көз алдыңызға елестетіңіз. Біз мынандай бір Алланың керемет әлемінде өмір сүріп жатырмыз, иә. Бұл әлемде бізбен қатар құстар әлемі бар да. Мысалы, құстар өмір сүріп жатыр, жануарлар өмір сүріп жатыр, суда балықтар өмір сүріп жатыр дейік, иә. Соған сай құстар да, балықтар да, жануарлар да бәрі де не істейді? Бәрі де жаңағы ішіп жейді, жегенін сыртқа шығарады, иә. Егер құстар мысалға, олар да қоректенеді ғой, біз сияқты қоректенеді и нәжіс шығарады сыртқа, иә. Сыртқа өздерінен бөліп нәжістерін шығарады. Егер сол судағы балықтар, қанша миллион балық бар, кит бар, неше түрлі балықтар бар, оның бәрі нәжісті шығарып жатыр да, бірақ біздің суымыз содан лас болып қалып жатыр ма? Біздің теңіздеріміз, мұхиттарымыз, өзендеріміз лас болып қалып, сол суды біз пайдалана алмай қалып жатырмыз ба? Ойланып көріңізші. Мысалға, құстар ұшып жүр төбеде де, қаншама мың, неше түрлі құстар бар. Солардың бәрі де не істейді? Нәжіс шығарады. Бірақ оның бәрі қайда кетіп жатыр? Ойланып көрдіңіз ба соны?